Келін түсті салды ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының, келін түсі салды ғой бұрынғының. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілемдейсің, масатыдай құлпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем бер, көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Қарияға сәлем бер, көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Алдыменен өзіңді енең сынар, емендей боп болсынға емен шыдар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Атасында осы елдің анасында сыйлай біл. Құдамыз, ілгерден біргеміз, ажырамай іргеміз, ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Ай қой, құда болып, құда болып, құда болып жүрейік. Ай қой, құда болып, құда болып, құда болып жүрейік. Жастарымыз бақыт болсын, өз түйін қадарында да өркетсін. Ауылдағы бақыт болсын. Шәлләңмен тұмаша. Bir piyada çeşikte biz cüzdanımız ben şeyden Baktan bir şartı durası. Yok, ağrımız acıttınız. Internet. Turgos'unla Tenil Tura. Talgarda, Almatı'da, Belçemşak'ta şukamda ülleri var, o yakta özlerinin. Bırak aydır, екі ұл, мынау құда бала, Нұргеннің артынан ерген жаңағы тұрған жігіт, Жақып. Атамыздың атын қойғанбыз, әкемнің жалғыз інісі болған Жақып деген. Туған бауыры, артынан ерген атбайлары. Қазақтың тілімен, жалбақ тілімен айтқанда. Қош келдіңіздер, еліміз осы. Жаңағы, осы жерге келіп тұрамын десе үй дайын. Бірақ өзі тұрмайды бұл жердің жасырған нәрсесі жоқ. Енді қара жаңғырық есебінде ғой. Одан кейін болғатыр ең алғашқы өзінің маңдайына басына біткен басқана киелі шаңырақ, қара шаңырақ есебінде бұрындады айтып біз жасартын шашылық жоқ, жан-жақтамыз біз деп бізге түлкі басып ыңғайлы сол жерге түсір деп сөйтіп
алғашқы қуанышым Арманды нем ғой деп осы жерге түсіргісі келді. Оған біраз ұрысып алдық. Мен жұмысқа барады мен сізді. Бірден шайқайық. Асыққан мен бір кімді бармайды. Теңерсіз бармайды қазір. Тұрады қайтады ғой. Бірден шайқайық. Енді оңда заказда жүрген жігіт. Сол енді. Болса. Сөйтіп енді бұл жерде қазір барып қашар жаңағы. Нәкесі қиылып тұрады. Мысалы бастан неге Алматыға көшкен кезде Талғарда алмандар көп ояқта, Нарынқұлдың алмандары ше. Қарасайсаңыз, сәл өзгеріс бар. Ата ұқсаймыз ғой. Ұқсаймыз бәрі. Қошылығымыз дері міне. Кеше мұздай шөлді. Біз жақтан көрі өзгеше, бұндай нәрселер ұқсастық бар шығар енді. Бірақтан бір құдаша келем деп туған апасы бар еді. Кеше келе алмай қалды, бірақ сәлемдемесін беріп жіберіп жатқан құдаша осы туған апасы. Ояқта да мен бара алмайған, денсаулығыма ояқта да осы өздерінің біразы құдалықта болған. Алмас күтіп тұр. Біз сияқты олар да істеген. Академик шықсаңшы. Жоқ үшін жаңа. Аяқ. Орнағында шермек бересің ғой? Ана қасыңыздағы бала Жесі жоға шықсаңшы. Қалама? Мен құдаларыңыздың немере інісі болам. Есімім Жандос болады. Келіншегім есімі Лаура. Бізде кеше таныстыратын кезде мен әкем ғой таныстырып жатқан жаңағы. Нұрлан ағадан әкеммен таныстырайын деп жаздағы болған. Сол кісінің баласымын. Ең үлкен ағасын, е? Қазір енді үлкен қалды. Біз енді тойға есептеттік, неға киім есептемептік енді. Осындай болып қалды енді. Есептеп шыққанбыз бұл бізде. Солда кейін олайық деп. Түйе ол ұялшақ жігіт пен ақ кірмейді. Менің досым. Ол қарасы бар. Ана, келінің бетін кім аша сол істік дейді ғой, бұл кісілер бізге жақын болып қалады бәрінен. Жігіт менің кластасым, досым, есімі Махмудхан. Неше күндерінде осы той деп жүрдік, тағы да нелер деп жүрдік. Осындай ұзақ жол болғаннан кейін ескертіп айтып қойдым, өзің апарады жүрсің. Жоқ, дұрыс сол. Сол кеше жаңа оған кіріп шыққандағы себебім осыны кіріп машинаны тастап сөйтіп бері қарай шыққанбыз. Қыз беру де оңай емес. Қыз беріп көрген қызды бізде тура тойда жаңағы құдасын күтіп тойын қыз ұзату той жасағанбыз. Ой, екеуі бірдегі келін алғанда екеуі бірдей. Ол сіздер түсінеміз біз. Оңай емес. Ана келгенше қонақ келеді, не дейді ғой. Үйдің иесі қонақ келгенше әйтеуір төрт аяқтап қызмет жасап тынбайды ғой. Әулеттен бөлек үлкен екесіздер. Жаңа келе салып маған жол ашылды 20-да уже. Маған жол ашылды деп қуанып жатыр. Жоқ, ағадан үйленді деп қуанып жүрмін деп. Кімге не ана әйелін алдап келеді. Ана бөтел не қалып не қойсашы, не ашынамыз. Әниясынасы бар ғой. Ескі киім киіп біреу үйіне барса тамақ беріп жатқан жерге. Бір шақырған жерге сөйсе оны ешкім елеме қойды да. Есіктің аузында тұрып, түрге айтпап ешкім кетіп қапты. Үйіне барып әлеме шапағын киіп келсе, ой, төрге шығарып тамақ әкелсе.
жеңді салып отырып же шапаны же деп. Сосын алдымен үстімізге байластырдым. Алыңыздар. Осы дастарханның бәрі мына құдағи жасап сіздерді күтіп отыр. Әйтпесе бұл кісілер жолы. Осы үйде қалып, келінді күтіп алайын деп қалып кетті бұл кісі. Мира шайын кәді. Тамақ қараңыздар. Шайын кәді. Не? Келінге барды ма? Бұл баламыз да студент. Қараңыздар, отличник. Қай университетте оқисыз? Аграркіде. Астанада аграркіде. Әй, отырсын баша. Қасында отырсын? Kaşarımız şimdi. Тамақ болса, неге сабай кісіңдер? Тамақ салып, бұла әпкем жаңа сені қызмет жасайды деген. Неме? Здравствуйте. Өзі қуанат дедім мен. Ой, не бар келіндер бар, көресің төзің дайын болады деп мен айтқам оған. Ақшаңды молырақ саппар. Молодец. Қайта. Достар. Оны жасыратын шешесі жоқ. Ағайын бәрібір не ғой енді. Қанша дегенмен жанашыр, қанша тәкестер қазір жора жолдастарымыз күткен достарымыз жоқ. Осы қыз Бізде сол құрдастарымыз ішке кіргізді, өзіміз қазаншақ. Сол ғой сол. Жарамды молодец. Бар жақсы. Қандай жарасымды. Жарасып тұр ғой. Ол ағайын бәрібір күресті ғой сіздерге. Бізде Алма 5 әпкесі бар, 4 әпкесі бар. Қыздан кішкентай 4 ағасы бар, бір інісі бар. Бірақ жан бар. Қостанай әйтеуір. Андай неді? Келу басы. Енді ағайындарымыздың үлкендердің бәрі кетіп қалды. Өзіміз жастар қалды. Нұқыл жастар қалды. Кеше құдалыққа барғанын да байқаған шығарсыздар. Кеше бізде де сол ең үлкен мен әкем қазір қалыптан. Одан кейінгі Нұрлан аға. 71-ші жыл сол үлкен болады. 65-ші жыл ағамыз Астанада ауырып жатыр. Кеше жаңағы құдамыздың 65-ші жыл ағасы. Өзі құдаларымыз негізі үлкен отбасы. Ол 5 жыл 11 қыз бар, 9 қыз бар, сондай. Мен өзім шатасам, ол әкелерім аттан өзім шатасам. Kişi konuda bir-birine olsaydı aktarışı da sıralar. Біреу менен құрдас екен, 64 бір несі бар екен. Аймханың ұмытып қалдым. Мен айтып түрін көріп, Атын сен білесің ғой? Tatilerin var жаңа. Кеп, атын айтты, музыка билеп атқанда ұмыт қалдым атын. Келді да құрдаспыз деп, ана құда шап келді ғой. Құрдаспыз деп. ол кісілер бәрі Астанада тұрады, көбісі. Осындай илағана жиналады, сол кезде көріп қаламыз. Бізде сондай. Бізде сондай. Мына кісінің күйеу денсаулығына байланысты келе алмай қалды. Сондайда ана Қостанайда қайным әйелі жұмыстан жібермей қалды, өзі денсаулығына байланысты келмей қалды. Сондайда бәрі, сыртта бәрі, жан жақта. Сонымен Бойша ұзында өзінде Sadece. қайнатасына ұқсайды. Жоқ. Толса. Мен, иә. Жеңшем көрсетті алдында осы. Ана. Мен осы той болады дегеннен сол жеңшем мен ағамның бәрін жылатып келемей. жеңшемізді телефонда сурет тұр, екі сурет бір беттен, жарт-жарттан. Біреу ағам тұр, біреуінде. Екіншінде тағы да соған айнбек біреуді да. Мен ағамыз жас кезінде екеуі бөліп қойып қаласың десем, күліп жүріп қасындағы күйеу балам ғой дейді. Қойшы, әкесі көріп айнымайды ғой екеуі. Мен айтамын, мен ол келіннің жемейін домбырағынан деген әңгіме ол өтірік деймін да. Негізі күйеу бала қайнадан домбырағынан. Сондай. Негізі сондай болды. Заманына қарай ауысып жатыр, заман ауысып жатыр ғой. Заманына қарай Жоқ, негізі қыздар өз әкесіне ұқсайтын балаларға не болады деген ғой. Мен сол сұрағым қалды ғой, сен қапаңа ұқсайтынын іздедің ба десем, кәне деп қарады да.
ұқсамайды ғой дейді. Сен мамаң ұқсап тұр, мен ұқсап тұрмын деймін ғой да. Жоқ, ұқсайды. Ұқсайды ғой. Бірақ Мен өте мән берген жоқпын, сендер айтқаннан кейін барып қарасам ұқсайды екен дейді. Мән берген жоқпын. Бойы ұзын саған. Көздер бетінің формасы бәрі бөлек. Жоқ, өзі признавать етпегенде, бірақ Біздің құдаңыздың мамасы шамалы бойы кішкентай өткен. Мен сияқты кішкентай болғанда Анау ағалар, тәтелердің кейбір тәтелердің бойы ұзын, кейбір тәтелердің бойы қысқа ғой. Көкемнің бойы Көкеміздің бойы шамалы үлкен бойшаң кісі болған. 2017-те 2017-те қайтыс болды, иә. Ол кісі Демейші билеп ауылда инженер болған. құданың әкесі ғой, ата. Иә, көкеміз. Иә. Қош келдің. Құдай қосып, бұл жылда құда болып жатырмыз, бір жақсы тілектен, өрістеріңізге келіп жатыр. Екі жаққа да құтты болсын. Таныстырды? Енді кешеде жаңағы несінде де сөйлеп жатырмыз, ұзатуда да сөйлеп жатырмыз, бірақ өзім ондай жерлерді көбінде қысқа, 3 ауыз, 4 ауыз ғана сөз айтамын ондай жерде. Андай отырып жаңағы кейбір болады ғой жаңағы ой деп тасканан ұзындырып кететін. Ондай жаңағы шамалы спорға құтамыз. Өзіміз. Ал енді бұл жерде қазір, бұл жерде ешкім тыңдамайды, үлкен жерде. Ал енді мына жерде өзі 5-6 адам отқаннан кейін енді амал жоқ тыңдайды да енді. Тем более құда болып келіп отқаннан кейін енді ашылып енді айтамын қазір десе. Ал тоған дейміз ал. Кешеден бері құдалықтың жаңағы қаңбасы басылып, мөрі басылып, құданы құдай қосады деп жаңағы құда болып жатырмыз. Құдалығымыз мұздылық болсын. Сіздерге де рахмет. Жастар бақытты болсын. Қайықта жүрсе де бақытты болсын. Өбірлі-шүбірлі болсын. Біздің қарындасымыз бақытты болам емес, сіздерді бақытты қылам деп сондай ниетпен келсін. Осы сіздердің еліңізді тастай батып судай сіңіп, жаңағы күйеу баламыздың ұрпағын жалғай берсін. Сіздерге де рахмет, дендеріңіз сау болсын. Өзі салты арамы болғаннан кейін жеңгеміз айтты, бір ауыз андыз осындай болып жатыр. Енді хабардармыз, бірақ ауыз екі сырттан сондай болайын деп жатыр екен деп естіп жүрген жағдайымыз бар. Соны звондады жеңгем, құдағиларыңыз. Сен барасың ба, бармайсың ба, мен шаруам жоқ деп. Бірақ сен барасың деді. Сосын мен айттым, болды, сен айтасың заң. Бара жатқан кез жаршылдан қайтып, сен қайтасың десең, мен қайтып кете саламын солада деймін ғой. Біз өзіміз жеңгем екеуміз шамалы бір-бірімізге қатты поддержка беріп қоймыз арасында. Бір-біріміз сөзіміз заң болып. Сол айтқан тапсырмасымен келіп отырмыз. Дейміз, жастар бақытты болсын, өбірлі-шүбірлі болсын. Сол үшін. анамен соғыстырғанда болады деді ғой. Кейін соғыстыра береміз. Әлі тойымыз алда. Үлкен құдалыққа келеміз әлі. Ораза ұстап қарыз оқыған жоқсыз ба деді? Сол күні өте оқыған жоқсыз ба? Биік болғаны жақсы оларымыз қолдаймыз. Бірақ мұсылман екенін ұмытпай, келін екенін ұмытпаса болды бізге. Иә, сол да. үлкен рахмет. Үлкен бастарыңызбен күтіп алып жатсыздар. Таң демей, кеш демей. Біздің жастарымыз бақытты болсын. Үлкен көріп отқандай болып отырмыз, қандай екен. Лайымыз болсын, ғұмырлы болсын. Алмашқа Тек алдары, жолдары ашық болсын. Алла қаласа барлық ойлаған мақсаттарына жетіп елге келсін. Жүзбе-жүз танысайық. Біздің қызымыз
сіздердің шаңырақтарыңызды одан ары ұлғайта берсін, немере шөберелеріңізді дүниеге әкеле берсін дейміз. Көбейе беріңіздер, өсе берсін. Тек жақсылық болсын шаңырақтарыңызда, құдалығыңыз 1000 жылдық болсын. Бізде енді былайша 20 жыл болыпты үйленгенімізде. Сол неміз ғой, көпбалалымыз. Қайынсіңліме де көпбалалы ана болсын деймін. Көп жерде енді атамыз үлкен болғасын, осындай үлкен міндеттер бізге тапсырады. Былайша жолдамыз бірыңғай. Түлкібастың үстінен қанша рет өтіп жатырмыз машинамен. Бірақ кірмеппіз енді. Туысқан жоқ қой енді. Құдай қаласа сіздерге кіріп тұрайық енді. Түлкібасқа бір звондап. Құда бар деп. Иә, бір звондап Құдай қаласа жолдан соғып тұрамыз. Керемет. Білгеніміз отбасы. Біз жақтағыдай емес, табиғаты керемет екен. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Өйстіп жастардың арқасында араласып жүре берейік. Құдай қаласа біздің де ауылда тойлар бар. Қалмай келіңіздер. Не деймін, 2 жасқа тек бақыт тілеймін. Бізді үлкен жолда қосып, сіз бен бізді бір-бірімізге қосып жатыр. Қуаныштымыз. Тек жастар бақытты болсын, көбейе берсін. Аумин. Үлкен көкемнің келіншегі сол Түлкібаста одан кейін көкемнің келіншегі жаңа сол Түлкібаста 2 үй бар. Біз 3 едік, иә? 3 едік, иә? 4 едік. 4 едік, көшіп кеттік. Мамалар әкеліп қалды мен Алматыға. Ал одан кейін Алматыда алыс емес бізге дейін. Иә. Кеше ғана Қайрат деген құда біздің үй жақта тұрады екен ғой. Мен Талғарда тұрамын, 30 баста тұрады екенбіз. Қайсысы? Кеше біздің қасымыз қайтып келіп жүрген сол сияқты. Иә, сол. Інім бар еді, ол да Астанаға көшіп кетті. Жақында кетті. Сондықтан жақын жерден араласа береміз да, Не? Нағыз құдаларыңыз бастарыңызда екен. Көрген білсек, көрген танысты. Көріп жатамыз, дастархан беріп жатыр. Бәрі қуаныштың бәрі алда, тойдың бәрі алда. Осы кісі өз тілегін айтсын. Сіздерді кешеле бері осы үйге күтіп отырған. Осы мына дастархандағы тағам бәрі осы Құдағидың қолынан шыққан. Кеше Құда барды, ана Нұркен суретін көрсеткенде жылап жіберді. Ол бәріне жылады ғой, ана кісінің жылаған ерекше болды, бірақ тұрып алып, ана бет салфетканы алып сүртіп жатырмыз ғой, мынаның бәрін жабысып қойған салфеткі бетімізде не бар ғой. Осы кісі. Ол кісі әбден қуанды ғой. Қуанды. Биін айтсашы. Айтпа. Келінді алып келесі алып итер-битер түсіріп тұр. Алып итер-битер бүйтіп түсіріп тұр. Бара беріңіз машинасы. Жоқ, ана біз келінді алып кетейік десе түсіріп тұр ғой. Иә. Еркектер шығарып Күшті бейли деген, иә? Ой, билеп әбден. Екеуміз шығуымыз керек жарысқа десем, ай Құдаша, сіз ана бүйткен кезде бәріміз құлайтын едік. Ана бүйткен кезде точно көтере алмайтын едік. Алтауымыз көтере алмайтын едік. Білгеннен кейін шықпадық қой Құда деп. Арық қыздың шыққан дұрыс болды деді. Екеуміз бір билемедік деп жатыр. Қарап қойды дейсіз. Ал Құдағи тілегіңізді айтыңыз. Құдағи сіздермен танысқанымызға қуаныштымыз. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Сіздерде қыз бізде ұл бар дегенде, ұлымыздың бір басы 2 болып отыр. Алманың қуанышында шек жоқ. Біз де оған қатты қуанып жатырмыз. Көптен күткен келініміз, Құдай қаласа келініміз бізге жақсы, ибалы, инабатты келін болсын. Баламыз сіздерге жақсы күйеу бала болсын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық бола берсін. Күйеу 100 жылдық дейді. Әрқашан жақсылықты араласа керек. Жастарымыз өсе берсін, өне берсін, өркендей берсін, тірліктер алға баса берсін. Құдай қаласа үлкен-үлкен биіктерден көрініп, осы әулетіміздің мақтанышы болсын.
келініміз үлгілі келін болсын, құдай қаласа кішіге сыйлы болсын, үлкенге сыйлы болсын, кішіге үлгі болсын. Мына дастарханымыз жақсылыққа жайып, осындай үлкен дастархан басында сіз біздесіп, аман есен жүздесіп, әрқашан бірге бола берейік. Ол жақта сіздер аман болыңыздар, бұл жақта біздер аман болайық. Тойымыз тойға ұласа берсін, құдай қаласа. Осы елге немерелер келе берсін, сіздер немерелер, осы жаққа жиен немерелер келе беріңіздер, құдай қаласа. Шөбересі, құдай қаласа, немереден шөбересі. Әрқашан жақсылықта жүзе берейік, аспанымыз ашық болсын, деніміз тыныш болсын, бала-шаға аман болсын, солардың қуанышында осылай бәріміз ойнап күліп, аман есен жүре берейік. Айтайын деп бассың ба? Жандос аға машинасынан көйлегін алып беріп, Шымкентке салып жіберу керек болады ше. Дәл қазір ма? Енді ай бір келіп қалып тұрды ғой. Жандос аға, бар қайтады машина. Сөйлеп берген қастырып апты да. Дайын тұр жеңгесі. Онлайн істей береміз ба? Онлайн деп ойлап тұрмын. Онлайн істей береміз. Ал мынау подружкасы жол болса ары қарай кетіп қалам дейді, ізетін жасап жіберейік. Осы Лаура еді келін аға. Лаура жолын берсін саған да. Қазақ па айналайын? Қазақ па? Қазақ, өзім жерлесім. Өзің қай еріңдісің? Меркінікімін мен. Нел боласың? Меркіден Көре дейді. Көре. Көре. Саған қызбарға біз апқал деп отырмын. Индираның түрілер алған ғой. Негізі жастар өздері бір-бірін таңдаған дұрыс, мама. Лариса Гузеева жоқ қазір. Лариса Гузеева жоқ шынында да. Алқысты де? Конечно, зачем? Жігіттер, жастар өздері бір-бірін қалап алса, пожалуйста. Алып қашу операциясы жоқ, я в группировке не участвую. Сен немен қосылып тұрып кетесің? Мен тем более талғар атышулы вообще мен қатысып жоқ болса да Біз алып қаса салып жүрейік тұр ғой. мен аймаларға Қайта шығып кетем деп жатыр, қорқып жатыр ау дейді. Шамасыз. рахмет Адам осыған келіп отырса жаман еді. Қайта кіріп тұрсам болмай ма? Точно алып қаламыз онда. Ол кезде алып қаламыз. жоқ, алып нәрсе алмайды. Қорықпа, мен өзім үйде өзім алып шығып сен Таксиге сар жіберейік шоса. өзім алып кетемін уайымдама. Құдаша қайтып келетін болса Гүлмираны таксиге сар жіберейік та. Мені ұқыламайсың ба? Келіннің арқасында. Мен кеше Лаура Кришна болған деп айтқан такси уәдемде тұрамын мен. Қыз болсын, келіншек болсын да деп өзім жоқ қойды. Нұркеннің қандай бөлелері бар екен деп жатыр. Ойлап қалмасын. Қатты сұламай әдем болып қайтайын деп жатыр. Кешеде Нұркенді апасы қарағанмен баласы қанша дегенменен переживать етіп не қылып, осы бір неделе бұрын келіп, үйтіп не қылып, қарашаға суынып, қуанып, не қылып жоқ қанша дегенменен. Бұның бәрімізге ортақ. Тек қана жақсылық болсын, екі жас бақытты болсын, өсін. Құдай қаласа, оны өте ойнамыз. Неде қайбір неге қалған кезде айтты ғой, келген сөйлейді. Қызылордан қызым, қайдан тауып, Кореяда жүрген деп қойым ғой мен. Мен ойлаппын, енді мына Алматыда жүрген кезде жүрген қызым ба, сондай шығар деп ойлағанмын. Сөйтсем, жоқ, ол да Корея деген дейді ғой. Тағы бір өмір, тағы бір кім ойлапты мысалыға. Сол сияқты дәм-тұздары жарасып, екі жас қосылып жатыр екен, бақытты болсын, өсіп, өнісін, бізге құтты келін болсын, өнегелі келін болсын, ибалы келін болсын. Біздің енді шындап келген кезде барымызды, нарымызды осы келініміз бәріміз біз енді кішкене аттандырып, бәрін аяқтандырып, немерелі болып жатқан адамдармыз. Немере ата-анамыздың, немерелеріміздің ең үлкен главарь анау отыр ғой енді. Барлық нелеріне жауап беріп.
Одан кейін менің ұлым қатар 1 жарым ай ма сонда Расиге 1 жарым ай екен. Немересі әкеші. Әкешіміздің Әкемізді бұған білген. Алғашқы немересі мынау, ұл баладан жаңағы менің ұлым, қалғандары сосын бар. Қазір бәрі мынауда мысалы немерелі келінді болып отыр. Бәріміз әйтеуір Алланың бұйыртқан жасын жасап өсіп өніп жатырмыз. Мен тек қана жақсылық тілеймін. Бақытты болсын, сіз бізбен жолыңасын, аспанымыз ашық болсын, ойнап күліп жүре берейік, бұдан да үлкен дастарханда кездесе берейік. Құда Алламыз мың жылдық емес мәңгілік болсын. Күйеу баламыз сіздерге айтып жатады ғой қазақ енді, келін тастай қатып судай сынсын деп, сіздерге де сол ұлдарыңыздай болып, бауырларыңыздай болып, біздің де баламыз сіздерге сіңсін. Жақсылық тілеймін, басқа ешнәрсе деп айтамын, мен тағы қарайсын жақсылық. Екі жас бақытты болсын, көріндері сау болсын, өмір жастар ұзақ болсын. Қыздарымыз жалғыз менің бауырым емес, бәрімізге үлгілі инновативті бала келін болсын. Шаңырақтары биік, керегесі ұзағысы берік болсын. Не дейді, ұлым жаман болса да келінің адамынан болсын дейді, осы адал келіндердің санатынан болсын. Өмірде дастарханымыз тек жақсылыққа жетіп, бәріміз бойдақтарымыз үйленіп жұмыс болып жәрдемдерімізге. Біздің де ауылда келіндер түсе берсін. Бақытыңыздың жақсылық тілеймін, тек қана тойда жақсылықта кездесе берсін. Бақытты болсын жастар. Айтпақшы менен кейін сіңілім жол алмады тағы ғой. Жолда кем табам кетті ғой. Содан кейін күлі жалғасы жібересіз не? Қыздар. Жіншем сөйлей береді. Қыздар сөйлеп жатыр ғой. Қыздар сөйлесін. Құрметті құдағилар, келініміздің қадамы құтты болсын. Айтылған тілектердің бәрі Алланың құлағына шалынсын. Үйді көрдіңіздер. Біз енді өз қызымыздай қарсы аламыз. Еркелігін көтеріп, білмеген үйретіп, біз алыстамыз ғой. Бір шағым шайын ілтипатымен, ақ көңілмен беріп, осы кісілер бір жиындарда бас қосылғанда биязын мінезін, тектілігін көрсетіп, бөлеміз екеу бақытты ғұмыр кешсе болды бізге. Анау мынау деп ашпаймыз. Құдағы кеше уайымдап жүр. Соған айтып жатырмын, қыз бер, мен де қызым 18-ге толды, үлкен 11 бітірді биыл. Сонандай болам ғой. Құдай-ай, андай ішінен қынжылып жүрегі ғой жалғыз қызы, переживать етіп, біз алыстан қарап отырмын да, Құда да қуып алып жоқ. Ешқандай уайымдайтын ешнәрсе жоқ. Мен өте ұлтшыл, ұлт жанды адамдардың санатынан басқа ұлтқа тұрмысқа шығып кетпей, өз қара көз қазағын бір-бірін таңдап, өзіміздің салт дәстүрден аттамай тілі, діні несі мировоззрениесі дей ма, көзқарастары бірдей болып, қара көз өзіміздің қазақтың қызын таңдап, екеуі бір-бірін шетелде жүрсе де бар ғой неше түрлі. Тиктокта да көріп жатырмыз, басқам көрдім. Сонысына қуанып, бір-бірін өзім дінім тілім деп өзінің ұлтынан таңдаған үшін соған қуанып отырмын. Ол да тектіліктің белгісі деп ойлаймын. Ол ақшаны көрсе алтынды көрсе шайтан жолынан тайып деп, бай бақуатты адамдарға да, қыздарға да тұрмысқа шығып кетіп, ұлдар да мысалы сөйтіп кетіп жатады. Сол үшін мынау жылтырақ нәрсеге, басқа нәрсеге қызықпай, өзінің тамырына ұрылғаны мен үшін өте қуанышты. Қуанып отырмыз. Қаласы той айлағыда адамдарымыз болсын сіздердің. Сол Құдай қаласа келесі жылы бесік той болып, сүндет той болып, тұсаукесер той болып, ортада құда-құдағи болып, сіз біздігіміз, бір-бірімізге деген сый құрметіміз мәңгі болып, ортада ойнап көріп жүре берейік. Құда-құдағиларға дұғай-дұғай сәлем айтып
Қуаныштымыз. Кім жалғастырады? Өлең айтсын. Апам сөйледі ме? Өлең айтылмайды ма? Өлең айтылсын. Бүгін сендерге Арлан толықтай сіздерге Сіз сеніп отыр. алтауыз айтыңыз құдағиға. Құдағи сізге алтауыз айтсын. Тыңдайды ма? Дауысы бар. Сонша жерден келіп бір ауыз өлең айтпай кетеді ма? соны сендер Айтсаңшы. міндеттерің бар. Жандар, Айтқызу, алдыру, күту, қарсы алу. қайтарып жіберу керек. Жезден. Басқаша отырып. Көмектеспейтін болса. Алдыңғы диванға жатамын дегенде, әй деп әкетіп қалды ғой. Ай деп әкетіп, қорқып кетті, дауыс шығып кетті. Хай! Деп. Мен айтып жезде, не деп отыр деймін да. Екеуі бір апта бірін көрмеген ғой. Жездем айтты да, мен мына жерге жата салайын десе, хай! деп қорқып кетті. Жезде не деп отыр деймін да. Ет бетімен жатып алдым да, әдей жынна деп атымда, әй, Шәки десем, ау дейді. Аяғымды құлап. Өзім аяғымды қойды. Адам өзі өлейін деп отса, өзім аяғыма қолым жетпей жатыр. Тұрмы мен әдей жатымда, жына деп. Жақсы. Анау. Құлағыма ай таққаным алтын сырға құда-құда-бейдоу мен қосайын ән мен жырға кер маралдай керілеген кербезім-оу Құдай қосып бұл түрден алдыңыз жай тұтығыстай айтарынған тартындым-ау шалқар көлде жүзгенде аққусындым-ай апа-сіңлі бауырыма ұқсайсыңдар ақ жаулықты үкідей алтыным-ай болмақпын ба алтауызда Ана жездем шығарған айтып берсеңші. Мен тізгінді бермей жүргенім осы ғой, бұларға мен бұл тізгінді бермей жүргенде мынау. Егер де рұқсат берсем, білмеймін мен қақ етіп қалып. Одан қорқып рұқсат бермей жүрдім. Төрде отырасыз ғой. Әй деп айқайлап қоямын. Осыларға айқайлап даусым ашылып кетті. Ішіп мұзда ішкеннен кейін бір тамағым пазға шешіп қапты. Айтсам айтып берейін енді. Соны айтыңыз. Или басқасын айтайын. Соны айтыңыз. Мен Шәкидің айтқанын істеу керек. Жоқ. Айтсаңыз соны. Менің жездем кеше ғана қорқатырыңыз бөлек жатамын деп еді. Иә. Соны шығарған өлең айтып берсеңізші. Қоймайды енді айтып берейін, соны қоймайды ол бәрі. Бағана кетіп қалдым бір еді деп. Бекер қалып кетіппін деп. Біз білмейді екенбіз бақ деген дау екеуміз аяқ екеу қолды екеу көз жанарың болды екеу екеу қастай құлақта жүрегі жалғыз бірақта елегізіп елжіреп есітсем де білебізін іздейді екен егізін қара торы мақпалдым өзіңі бар деп мақтандым қырық қыздың ішінен сенсің менің тапқаным көрпе салып астым-ай алдыма ас қойдың бетім
қақпай өзімі дау, емін еркін бос қойдың. Кешір менің өзімі дау, артық айтқан сөзімі дай. Ол қызымның анасай, шаңырағымның панасай. Бақытымсың базарым, сенсің менің ажарым. Тоты құстай таранған, менің сүйген сұлуым. Еркек үйдің егесі ау, әйел үйдің шегесі ай. Артық айтпа жаным ау, мұның қалай демеші ай. Қызғалдақтай құлпырған өмірімнің сыңары, шық түспеген кіршіксіз көңілімнің шынары. Қара торы мақпалдым, өзіңі бар деп мақтандым. Қырық қыздың ішінен қалағаным өзіңсің. Бақытымсың базарым, сенсің менің ажарым. Тоты құстай таранған, менің сүйген сұлуым. Той қылар. Енді осы енді жездем не себеппен шығар соны айтып берсін. Қоймай деп оқырсың. Құдалардан білсін. Сен мына құдалардың алды шектен шықпа қалады. Сосын деп қойдым. Енді көнесің. Мені құдағи сұрап отыр. Енді айтасың. Қырық қыздың ішінде керемісің көш басып. Сен төлеген болғанда өзің едің қыз жібек ақ гүлім. Ақ гүлім, бір өзіңсің аңсаған. Ақ гүлім, өзің арнап ән салам. Ақ гүлім, мен өзіңді қарсы алам. Мөлдіреген ақсаңдай таңда туған шолпандай ақ гүлім. Мөлдіреген ақтаңдай таңда туған шолпандай ақ гүлім. Шыныңды айтшы жанеркем, мен өзіңе сенейін. Қондырдың ба қолыңа бақыт құсын енді сен. Ұзамашы жанеркем, құшағыма оралшы. Қоз көрпе сен болсаң, баян сұлу сен едің ақ гүлім. Ақ гүлім, бір өзіңсің аңсаған. Ақ гүлім, өзің арнап ән салам. Ақ гүлім, мен өзіңді қарсы алам. Мөлдіреген ақтаңдай таңда туған шолпандай ақ гүлім. Мөлдіреген ақтаңдай таңда туған шолпандай ақ гүлім. Браво! Үйренген жоқ, атыспаққа жақсы деп, әпкеме жақсы Жалды деп батыр, қойды. ойбай мына қысылай, қаласын сен. Нұргеннің апасында да өнер бар екен. Беташардан да сен өтіп болайын. Сондай өте беріп қойым. Мамам ашуы келмей тұрған алқа деген. Таяқ апарып тастайды, әкем жоқ, шешем жоқ, бәрі кетіп қалған. Қаққа апарып Ана тастайды. көргі жоқ дейсіз ғой. Қалашарға осыдан 2 жыл Бармайын ешқайда. Не дейміз енді? Арыстың жағасында өлеңін айтып берейін енді. Айты, қосыла білетін де қосыла. Өзіңмен арыстың, бойында таныстың, жайнаған гүлдей қорым сен.
айтпаған болмаса өлең айтамын. Менде жалпы әнге жоқпын, бірақ жеңше білмеймін қаяқтан көріп қалған, бір запись басқанды көріп қалған Керемет, өте жарасымды. күйеуім айтады ғой, саған құдағи мына келген қадамдарыңызға гүл бітсін, мына босаған аттаған қадамдарыңыз әр уақытта жақсылыққа, нұрға толсын, осы үйде қуаныш бола берсін. Мынау алыста жүріп бір-бірін тауып, жүрек қалауымен бір-біріміз таныстырып, мынаны аласын, маған тиесін демей, өздері жүрек қалауымен қосылған мына екі жасымыз бақытты болсын. Мен кеше де айттым ғой, солар бақытты болса, екі ана бақытты. Солар бақытты болса, екі ел бақыттымыз. Солардың қуанышын, қызығын көріп отыра берейік. Олар өмірлі шүбірлі болсын. Қай жерде жүрсе де аман болсын. Аман болып, бір-бірімен тату болып, жаңағы өмірлерін бұйырған кезде қайтады ғой. Екі болып қайта ма, үшеу болып қайта ма, әйтеуір қайтады ғой. Сол кезде аман есен ортамызға орала берсін. Амандық болсын. Әр уақытта мынау құдалығымыздың алды ғой. Құда қаласа бәрі болады. Жаңағы құдалықта болады. Әлі талай кездесу болады. Былай өтіп барасаңыздар, звондасаңыздар, құда қаласа екі барымыз Түлкібастан. Бір күтіп алып, қалай барымыз солай қабылдайсыздар, бір күтіп алып шығарып салуға жараймыз ғой. Сонымен қыздарыңыз міне атасы, міне енесі, міне апасы, әні баққан апасы. Осыларды көргеннен кейін қандай жерге түскенін біле беріңіздер қыздарыңыздың. Осы кісілерге қарап несін айта беріңіздер. Кеше құда жүрді ғой, тойдың басынан биледі, соңына дейін биледі. Жаңа өлең айтатын білмей қалды, біз өлең айтқызатын едік. Өлең күшті айтады екен әнші екен. Ал енді мына құдаларға бір тілек айтқым келіп отыр. Әлемде ең биік тау бар дейді. Сол таудай мәртебе беделдеріңіз әр уақытта биік болсын. Сол таудың бір шоқысында аппақ қар бар дейді. Мына көңілдеріңіз құдаларыңызға, ағайын жұрттарыңызға сол қардай аппақ болсын дегім келеді. Одан төмен түссе шырша бар дейді. Шыршаның білесіздер сабағы қандай болатын? Сол шыршаның сабағындай жаңағы Алла өмір беріп, жаңағы мейірім беріп, сол шыршаның сабағындай өсіп өніп, жаңағы ел өсіп өне берсін. Әулеттеріміз, біз ол жақ сондай өсіп өне берсін. Одан төмен түссе мөлдір бұлақ бар дейді. Әр уақытта құдағилар бір-бірімізге мөлдіреген көзбен қарай берейік. Жаңа бұлақтың айналасы бал құрақ дейді. Мына үйленген екі жасымыз жаңағы бала шағасы бал құрақтай болып өсе берсін. Сол оның бер шетінде ұзынан ұзақ жол бар дейді. Жолдың соңы көрінбейді дейді. Атасын апасыларын алдарына салып, өздері солардың артында жүріп, солардан ерген үрім бұтақ сол жолдың бойымен ұзынан ұзақ өсіп өне берсін дегім келеді. Сіздерге де, жастарға да соны тілеймін. Аман болыңыздар. Мынау келіп, кім келмейтін, кім аша солтүстік дейді ғой, мынау келгеннен кейін сіздер бізге мынау бірінші құда болып келіп отқаннан кейін ыстық бізге әр уақытта анау кеше Гүлпатша деген құдаша менімен телефонмен сөйлесті, әнерде барып мені тауып алды ғой. Жаңа тағы құда жақтан бір құрдас бар екен, оны әкеп алды. Жаңа сөйтіп жүрдік қой, сол құсап алғаш құдалар сіздер келгенде алдымен сіздерді құшақ жайып күтіп алып, мені алғашқы танысқан көрген құдаларымыз бізге келгенде жүреміз. Аман болыңыздар, денлеріңіз сау болсын. Енді не ақтан түсіреміз? Еркемен кезек кішкентай 4 жасымсы кезде мен халатымды аю деп тапшықымды теріс киіп алады да сөйтіп жүретін. Енді мінекей құдай қаласа 2 жас бір-бірін қалап бақытты болып жатыр екен. Шаңырақтары кең болсын, босағалар берік болсын, құдай қаласа бақытты бүрлі-шүбірлі болсын. Енді 2 жастың арқасында біз бір-бірімізді танысып жатырмыз, танысымыз арта берсін. Келіп шығып жатқан қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын.
әрдайым да шаңырақтарыңызға бақыт, береке, қуаныш кетпесін. Арайлап жатқан тойдарыңыз қуанышқа жайласа берсін, тойға жалғаса берсін. Әрдайым үйлеріңізден қонақ арылмасын, құттықтау төрлеріңіз болсын. Сіз біздігіміз арылмасын. Сол үшін жастар бақытты болып, солардың бақытын көріп, куә болып жүрейік. Бұл келінімді білмеймін. 20 жыл болды ғой. Әулетте өлең айтқанын көрген жоқ. Кеше құданың тойды что-то өлең айтты. Бір айтары бар ау. Бәрімізге 20 жылдан кейін ашылды. Үстімізді ашыла бермейді, иә. 20 жылдан кейін айтып өлең айтып жатыр енді. Өзінен жүрегінен шыққан құдағиға деген жаңа келін қайнысына деген жүрек жазу өлең болса жаңағы айтсын. Айтыр сендерді. Баста. Маймын көлден ұшқан аққудай мамырлаймын халәуләйілім. Ойлап, мен аяғына басып кеттім. Айдат бізе алаңсыз отырғандары. Тай бұрылдың шабысай, сәйгүліктің жарысай, көкейіңнен кетпесін, құдашаның айдауысай. Өлең деген немене білген құл, ақ теңгесін кім береді, қара пұлға халәуләйілім. Оралының барында ойнада көл, бұл жалғаның ешкімге болмас тұлғай халәуләйілім. Тай бұрылдың шабысай, сәйгүліктің жарысай, көкейіңнен кетпесін, құдағилардың айдауысай. Болды, тамақ жұттың жаңа алып қапты әйтпесе шыныменен не қылатын едім, айып етпесіздер. Кішкене әудеп қарап отырғанша. Айтпақшы сендер екеуің бір не қылыңдар еді. Аяқта да мейманымыздың алды кеп атқан шығару жүр. Кән? Жақын сөйлемей ма? Айтпақшы нағызында бұл қуанып жүр ғой, жеңге жол ашылды маған. Мен үйленемін деп. Мен сұрадым, ағам үйленді деп қуанып жатырмын. Жеңгелі болдым деп қуанып жатырмын деді. Пока асып атқан. Тілегін айтамыз. Құдаларға арнабай. Сәл ойлап отырмын да. Онда мамаң мен папаң сөйлесін, сен ойлана. Ойлап отырайын. Иә. Жастар бақытты болсын, осы кешеден біз танысып жатырмыз. Қуаныштымын. Дастарханда қызықты кездесіп. Сол босаға отын беріп болсын. Бастарына қайтпайтын бақыт қонсын. Шаңырақ биік болсын. Шат күлкі сәбиін үйге толсын. Осында кең дастарханға тойға сылайсын. Мамаға да жүкісті болсын. Келесін. Осы жалғастыра берсін, Марат. Осындай тойға той қосылып, осындай қызықпен кездесіп жүрейік. Сол айтатын. Алғашқы қуанышымыз ғой енді. Онша кемтер болса ренжімей үйленді. Бірінші бар денсаулық дейді ғой. Барлықтарыңызға денсаулық берсін. Жастар бақытты болсын. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Дастарханымыз тек қана қуанышқа жайылсын. Тойымыз той боласын. Мынау төркініме рахмет. Көмектесіп жатқандарына. Жастар бақытты болсын. Тек қана тойда келесек бәріміз. Біздер аман болайық. Ағаңа
тұрсын құдаларға қош келдіңіз деп Мынау тілеген. қайнағам Тұрсынбек аға мен Айзет Шеге рахмет. Келі көмектесі мысалы. Иә, мақұл. Рахмет сіздерге. Бәріңізге Аллам разы болсын. Ал жақын. Танысқанға қуаныштымын сіздермен. Бақыт тілеймін сіздер, немере болыңыздар, мен енді қарындас көрейін. Қарындас іздейді. Тойтпай. Қарындас дейін. Аузына салып тұрғанша. Келесі жолы сол тұсауындай көрсейік. Болашақта сол өрі тұлма болып өссін. Тұлға. Тұлға бұда. Сол жақсылығын көрейік, амандықта көрісіп тұрайық. Мен де елесіп шақыртпайдам. Тойда жүреміз қызметте. Сол бүкіл айтылған тілектерге қосыламын. Сіздерге де рахмет. Бүкіл айтылған тілектерге қосыламын, тек жақсылық тілеймін. Ағаммен жеңген бақытты болсын десейші. Айтты. Қалада орысша іске болып өткен ғой. Ана орысша ойнайды, переводын қазақшалаған түрі ғой. Әумен. Мен Астанада мамандық білгем. Орыс ізет арда болса көптей бөліңіздер. Жана, altınday jartırab Özüne layık, özü de altınday edi. Kilosunda satmaydı. Keşke bitip sizin çıkanda öte bir carasında. Men özüm kayıtpay dep sonday bir şey. 20 jıl boldu deydi. Әлі қыздай мен Қазақ келіні болса осындай болсын деп өзім шынымды айтсам жаған түскен келін екен дедім. Күнде үйленеміз. Бағбаны Құдекем жақсы болып тұр ғой, бағбаны. Құдекем болғанымдар әдемі. Әр мықты жігіттің артында жақсы әйел тұрады. Құдамның арқасы, құдамның әдемі болып жүргені. Әйелі қыздай болып, әйелі көрікті болып тұрса демек ол азаматтың арқасы дейді. Иә, азаматына. Жеше өшеді бұрылып жатырмыз, пауырында. Жақсы күйеудің арқасында әйелі гүлдей болады. Нағыздың арқасын қой. Құдамның арқасы. Әмді қойсаңызшы. Шықпай жатыр ғой. Шегінде өйтіп ұйықтай кетті ғой кәсіп болған қалғаннан кейін. Ал енді жақсымызды асырып, жаманымызды жасырып, орамал тоңғы жарамызды жолға жүреді дейді. Мынау құдағиларымыздың айтуы лажы болса бұдан да арттырғысы келген шама шарқының келген кәде ғой бұл. Қалың малсыз қыз болса да кәдесіз қыз болмайды дейді. Аға, жеңге деген жолдарыңыздың кәдесі құтты болсын. Өмірлеріңіз мәнді мағыналы болсын, дәмді татымды болсын. Рахмет. Мынау бұлдың да қуанышында шек жоқ. Алғашқы осы қара шаңырағына сіздердей құдағи, сіздей құданы төріне шығарған, бұлар да бақыт деген. Аллаға шүкір. Тәуба, бұлар мистасқа. Енді іздеп, сіздеп, біздеп бір-бірімізді іздеп тұратын болды, Құдай қаласа. Бізге де ыстық боласыздар. Енді мәшінеме бармайтын ол, самолетпен баратын болды. Кез келген қуанышыңызға тілекші болып, мынау менің құдам құдағиым деп осының бәрі барады деп ойлаймын. Неге бармаймыз? Барамыз. Атымызды атақтардай қылып елеп ескеріп атса, өзі жақсы кісіге бір кісілік орын бар дейді. Ал енді Құдай қосқан құданы төрімізге шығарып тілекшіміз.
самолетпен ұшып барып тұрамыз. Құда қаласа айттық. Келіңіздер. Спонсорымыз бар. Құда спонсорымыз бар. Малина терес. Алла бұған мол несібе беріпті. Кейде бір айтып қояды, бересіз деп қояды, оны бермейтін біліп тұр ғой, мен отказмаймын. Я деймін. Апа, малина терге шақырып отыр ғой. Ет әкеледі де қояды, мына пәлем болды, бересіз. Ет болды, береміз ғой деймін, бірақ бермеймін. Саған қызмайды, мен лақылап сен. Досыңыз келген ма, қайрақта келеді? Білмеймін. ол головчик машина емес былай өтіп Бір жерге барып келемін деп. Сонымен айтамын да, Алла саған мол несібе берсе, оның қайыры болу керек. Міне осының бәріне қара нәс деген деп бермесе, Алланың біреуден сұратпағанына шүкірді. Алла берсе, бергеннің қайыры бар, сауабы бар. Дейміз, сөйтіп, самолетке билет алып сөйтіп алда-балда мініп аламыз ғой үшін. Ой, тере алайсыңдар, мен. Ой, сен оңай деп. Маған жұмысшылар керек. Оңай. Барғаннан кейін гүліздің өзін өздері үлгермей әнін берсақ, бригадасының келіп берді. Отырып барма, ал бір жыл барғанбыз, сөйтіп ол майда кейін болады дейсің ғой. Иә, Алладан рұқсат болса бізден рұқсат. Енді бір-бірімізді осы бастап түсіністік таныта берейік. Бізде де анаяқта қараңғылар, лағы жемалар деп айтатындар бар ғой. Енді әке-шешеміз ол жерде көргендері бар. Сіздерде қаншадан күтіп келіңдер? Сөйтетіндері бар. Барлығымыз сондай. Ішке кіргіз. Мама да шығып бара жатқан кезде айтты, екеуіңе деген үлкен жаңағы мәртебені жіберіп жатқан екеуің. Бақыт берсін, қыдырларсын, дастарханға береке берсін, оқтаңыздың басына мереке берсін. Жасап жатқан тойларыңыз құтты болып, қызымыз сіздерге тастай батып судай сіңсін. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Деніміз сау болып, әрқашан тойда, томалақта кездесе берейік. Аман есен жетіп алдыңыздар. Сол аманға жетіп болып тұрайын Құдай қаласа. Тура ортада тұрмыз. Сіздер былай алтырсыз, біз былай алтырсыз.